осы жағында ескеріңіз. Келістік па? Жақсы. Саламатсыздар ма? Мені дұрыс түсіндіңіз деп ойлаймын. Сәлеметсіз бе, Қайрат мырза? Біздің мектептен шықпай қойдыңыз ғой. Әлде бұрын оқымаған сабақтарыңызды қайта қайталамақсыз ба? Негізі күлетін нәрсе көріп тұрғаным жоқ. Айымның сынып жетекшісімен және психологпен сөйлесуге келдім. Қоятын сұрақтарым бар. Қайтпайды екенсіз. Қайрат мырза, мен алғашқы күні де ескерттім, қазір тағы да қайталаймын. Айымның бұл әрекетіне біздің мектептің ешқандай қатысы жоқ. Біз қаладағы ең үздік гимназиямыз. Босқа уақыт жоғалтасыз. Кешіріңіз. Үздік екендеріңізді ұмытып кетіппін. Оқушыларыңыз ұятты суретті желіге таратудан, алдаудан, сыртынан жала жауып, жалған ақпарат таратудан үздік екендерін көрсетті. Тағы неден үздіксіздер? Егер кінәлі біреу болса, осы сіздің үздік гимназияңыздан шығатынына күмәнім жоқ. Нақты белгілі болғанда мен барлық ақпаратты алдыңызға қоямын. Әрине, оған дейін егер директор болып отырсаңыз. Өткенде менің сұрамаған нәрсе мынау екен. Азиза, сіз соңғы рет көрген кезде көңіл күйі туралы айтпадыңыз. Кешіріңіз, кіруге бола ма? Кіріп алып неме сұрап тұрсың? Айым, алгебра мен физикадан бағаларын төмендеп кетіпті. Иә, соңғы тақырыптарды түсінбей жатырмын. Әрине түсінбейсің осылай кешігіп жүрсең. Ертең ұбыты келе жатыр. Мынандай оқу үлгеріммен ертең мектептің атына кір келтіресің. Бағаларыңды жөнде. Жақсы. Отыр. Менің өзіме де бұл жаңалық болып тұр. Мен Жансаяны өтірік айтады деп ойламаппын. Ал неге нақты біліп алмадыңыз? Тексеріп бәр. Бір сөзге бола кіп-кішкентай қызға соншама айып тағып. Мен Жансаяны мүлдем өтірік айтады деп ойламаппын. Рас айтам, ол ешқашан өтірік айтқан қыз емес. Мүмкін сіздерден қорқып, айымды жаманатты қылмау үшін айта салған шығар? Айгүл ханым, мен полицияда жұмыс істегелі 25 жылдан асып келеді. Ал соның тең жартысын осы жасөспірімдердің істермен айналысып келемін. Олар қашан өтірік айтады, қалай өтірік айтады, кім темекі шегеді, кім анда-санда бір нәрсе бүлдіреді, бәрін беске білем. Жарайды. Сіздің айыммен ешқандай келіспеушіліктеріңіз болған жоқ па? Жоқ, болған жоқ. Ешбір оқушымен кикілжің болмады. Айымның оқу үлгеріміне байланысты ешқандай қысым көрсеткен жоқсыз ба? Жоқ. Мүлдем? Я, айымның оқу үлгерімі жақсы болды ғой. Не үшін қысым көрсетем? Мен міне, журналды қарап шықтым. Айымның соңғы кездері алгебра мен физикадан үлгерімі нашарлап кеткен. Осыған байланысты ештеңе демедіңіз бе? Жоқ, демедім. Кешіріңіз, мен сабағым басталды. Кетуім керек. Жақсы, барыңыз. Бірақ сабақтан кейін ешқайда кетіп қалмаңыз. Сізге қоятын бір-екі сұрағым бар. Жақсы.
Алтынай, қызым тыныштық па, не болды? Ештеңе болған жоқ. Ай, болды ау бірдеңе. Келе қой бер. Мен сені білем ғой. Айтала, кім ренжітті менің қара қызымды? Мектепте мұғалім жүр ғой. 4 алғаныма қайта тиісіп. Сол ма? Иә. Ой, сенде. Енді қызым сенің 5 оқитыныңды біліп талаптансын деп әдейі айтқан шығар. Ой, не айырмашылығы бар? 5-ке оқимын ба? 4, 3. Бәрібір емес пе? Қалай бәрібір? 5 деген жақсы баға ғой. Ертең аттестатың да әдемі болады. Неге олар мен бағама ғана мән береді? Сабақты түсіндім бе жоқ па? Соған неге мән бермейді? Енді 5 алсаң түсіндім деген сөз емес. Ой, қайдағы? Мұғалім айтқанын қайталап 5 алғаным не пайда? Бастысы тақырыпты түсінгенім ғой. Болды. Көп сөзді қой. Мұғалімге ренжуші ме еді 5 ал деген үшін? Сен үшін айтып отыр емес пе? Оқы деді ма, оқы. 5 ал деді ма, 5 алда ертең түзеп. Үшіңді 4-ің боса. Сізді қолдайма десем, баға депсіз де. Рахмет. Алтош. О, тентек қыз. Сәлеметсіздер ме, балалар? Отыра беріңдер. Апай, тақта сүрте берейін ба? Апай. Апай. Ау, жөнсі. Тақта сүрте берейін ба? Иә, сүрте бер. Осын неге үзілісте дайындап қоймайсыңдар? Жоқ, міндетті түрде мен келген кезде естеріне түседі, иә? Нұргүл, сәлем, қалайсың? Жақсы, шүкір. Дина қалай? Дина жақсы. Немене келдің? Сен мен Динаның жағдайын біліп кетейін деп келдім. Білдің бе? Енді бар. Қызымды көріп кетейінші. Талғат, қызыңды көруге гүл алып келдің бе? Жоқ, бұл гүл саған. Сенен маған ештеңе керек емес. О, қызым. Қалың қалай? Жақсы, жүр үйге көр әке. Мен саған суреттерді көрсетем. Жарайды. Үйге кіре алмайды. Асығыс, жұмыстары бар. Жоқ, мен асығыс емеспін. Бүгін маған демалыс. Онда барып демал. Өтінемін. Анашым, суреттерін көрсетейінші. Жарайды. Тек тезірек. Алақай! Жүрек. Ал, қайда суреттерің?
Иә. Бола ма? Иә, кел. Бүгін балалармен сөйлеспеймін. Сондықтан сен шақырмадым. Ал сынып жетекшісімен жеке өзім сөйлескенім дұрыс болар. Иә, әрине. Қайрат? Класс жетекшісімен сөйлеспей қойсаң дұрыс болатын сияқты. Неге? Жалпы бұл істі тоқтатқан дұрыс деп ойлаймын. Себебі Айымның өліміне ешкім кінәлі емес. Ол өз-өзіне өзі қол жұмсады. Неге сенімді түрде бұлай айтып отырсың? Әлде мен білмейтін бірдеңе бар ма? Сені бір-екі күнде қарап кетеді деп ойлағам, бірақ күннен күнге тереңдеп барасың. Содан айтуға бел будым. Нені айтпақ болдың? Айымның өз-өзіне қол жұмсау себебін. Айтсаңшы енді білетін болсаң. Айымның аяғы ауыр еді. Иә, сол үшін сол әрекетке барды. Ой, күттіріп қойғаным ренжіме, иә? Ал, айта ғой, не болды? Маған сіздің көмегіңіз керек. Иә, қандай көмек? Мен басым айналып жүр. Онда медбикеге бару керек еді ғой. Ондай мағынада емес. Соң күндері басым айналып өзімді жайсыз сезініп жүрмін. Сосын